армысыз ардақты тыңдарман, арнама тіркеліп, маған қолдау білдіре отырыңыз. Адамның реніші тамшыдай жиналып, шарасынан асып төгілетін кезі болады ғой. Сол сияқты кісінің бір кездегі біреуге қатты құлаған ықыласы да жіңішкеріп барып, үзіліп кетеді. Бүгінгі Ниязбен кездесу Ләззат көңілінде қалған қимастықтың соңғы талшығында үзді. Әжептәуір адамның соншалық сорлы болғанын Ләззат өз өмірінде көрген емес. Дүниеде түңілу жаман ғой. Тереңінде сақтап жүрген соңғы бұйымын суырып алғандай, Ләззат көңілі үдірейіп қалды. Өмірі де мағынасыз бос қуыс секілді. Күні бойы жаны құлазып, дел сал меңіреу күйде жүрді. Кейінірек барып бойын өкініш, реніш биледі. Уақыт кеш болса да ұйқы келер емес. Қызының қабағын бағып, екі рет есіктен бас сұққан анасын да байқамады. Шешесі бөлмеге кіріп, төсегін жайлады. Шыға берерде есік алдында іркіліп, «Ұйықтасайшы күнім» деді. Ләззат жауап бермей бір түрлі сазара қарады. Анасы қызының мінезін білуші еді. Ақын қыз өлең жазарда үйдің ішін әрлі-берлі кезіп, я болмаса диван үстінде үнсіз ұзақ ойланып қалатын. Үстіне кіргенде дабырлап жүргенді ұнатпайтын. Бірақ бұл жолға ажары бөлек. Ана жүрегі баласының күйзелгенін сезіп тұр. «Неғып отырсың, қалқам?» Ләззат селк етті. Кеудесін басқан зіл салмақ қозғалып кеткендей, алқынып екі иінінен дем ала бастады. «Жай апа, әншейін». Анасы қасына отырып қызының маңдайынан сипады. Сол баяғы жып-жылы жұмсақ қолымен қызының тоңазыған көңілін жібітіп, жанына тыныштық әкеле жатыр. Ләззаттың кірпігіне жас тірелді. Жібектей жұмсақ қимылымен құшағына тартқан шешесінің бауырына кіре берді. Бұл шақта жасы ұлғайып, мақтаулы ақын қыз атанса да, ана мейіріміне жас баладай елжіреп барады. Кішкентай күнінен бір нәрсеге ренжісе де, я мәз болып қуанса да, осылай анасының бауырына тығылатын. Тек соңғы 10 жылда еркелеуін қойып кетіп еді. Ер жетті, жоғарғы оқуға түсті, ақын болды. Енді өзіне ғана таныс жылы дененің иісіне елтіп, тұрмыстың ыстық суығын, реніші мен өкінішін бәрін ұмытып, сонау алаңсыз балалық шағына қайтып оралғандай, көңілге майда тиетін өз өмірінің ең бір жарқын тәтті шағы көз алдына кеп тұра қалды. Бір кезде Ләззат жұрт аузына көп айтылатын қуаныш деген сөздің сырын ашып еді. 15 жасар қыз бала тамылжыған май айының бір күнінде ауыл сыртына жалғыз шығып кетті. Әшейінде шуылдаған балаларсыз көңіл қошы болмайтын. Бұл жолы әлденеге елегізіп, қызық думанмен ісі болмай, тұңғыш рет жалғыздықты қалады. Ауыл сыртында құлпырып қызғалдақ өскен. Бердекте нарт қызыл гүлдер шашырай, сирек біткенімен, сонау қыратқа таман қоюлап шымқай қызыл боп кетеді. Ләззат сәл қалыңға жеткенше асығып, ілгері ұмтыла берді. Бірақ бұл жақындаған сайын әлгі шоғыр сейіле түседі. Гүлдер шашырай дамып, қалың жусанның арасына ыдырап кетеді. Жусанмен жарыса біткен қызғалдақ пен жауқазынның алыстаған ғана тұтасып көрініп тұрғанына сенбей, Ләззат қырқаға қарай жүгіре басып келеді. Төбеге жақындай бере, ауыл жаққа бұрылғанда қалың қызғалдақ оны өткізіп жіберіп, қайта тұтасып ылғи жақ шиедей кілкілдеп тұр. Бейне жасырынбақ ойнаған баладай жалтарып мазақ қылған екен. Ләззат өзінің алданғанына мәз болды. Қашаған қызғалдақтарды қайтадан қуғысы келіп, желігіп, көңілі алып ұшып тұр. Ләззат жүгіріп төбенің басына шықты да кілт тоқтады. Жусан бозы аралас ақшыл көк кең жазық алып қыратқа иек артып көтеріліп барады. Әр жерде үйір-үйір қызғалдақтар өрттей жалқын, аспан ашық, тұңғиық көкке ақ жалатып өткендей
ала шұбар бұлт қана қалқиды. Көктемгі ауа діріл қағатын тәрізді. Ләззат аспан мен жер астасқан шетсіз кеңістікке көз тігіп, құмарта қарап қапты. Шықылықтап күліп отырған балаға тосын ойыншықты ұстата салғандай, топыршыған көңілі тез тыйылып, әлденеге таңырқап тұр. Таныс дала осы күнге дейін өзі көрмеген тосын дүниедей. Көзге көрінбейтін күшті қол жер бетіндегі пердені сыпырып алып, бір кеулі жатқан қызығын, бар сырын ашып бергендей. Дала кеудесі жай теңселіп рахаттана тыныс алып жатыр. Қызғалдақтар күн нұрына шағылысады. Өз көркіне өздері мәз болып, жарқ-жұрқ етеді. Беткейдегі боздар да бірін-бірі қуып, жас қозыдай бұлтыңдап қыратқа өрлеп барады. Кермек иісі аңқыған көк жусандар, құдық басындағы қатындардай, бастары түйісіп сыптыр-сыптыр сыр шертеді. Қуанышты хабары ішіне симай алыстан ызыңдап жар салып, саратан зауза келіп жусанның басына қонды. Ләззат жер бетіндегі тіршілік атаулының бір түрлі тосын мейрамның үстінен шығып, қызығып құныға қарап қалған. Ең аяғы шіркейде бір түйір кеудесіне қуанышы симай, тынымсыз дірілдейді. Осылардың бәрін қуантқан балғын леп, 15 жасар қыздың кеудесіне саумалдай құйылып жатыр. Шырқау биікте боз торғай шырылдайды. Оның тәтті әуені алысқа шақырады. Табиғат бар сырын ашып, өз тілімен сөйлеп қоя берді. Ләззат үнсіз ұйып, баршасын ұғып тұр. Кенет сонау қырқаның ар жағында талай қызың барып, өзі көрмеген тамаша дүние жатқанын сезе қойды. Енді солай қарай жүрді. Қыз бала ұзақ жүріп, көктем күні маужыратып, денесі ауырлап қайтты. Бірақ бұрын көрмеген көп қызығын көкірегіне сықап әкеліп еді. Үйге кірген бетте сандық ақтарып жатқан анасын құшақтай алды. Нафталин иісі аңқыған киім кешек шүберек үйіліп жатыр. Іші бықырсып тар қапас боп тұрған сандық таза ауа жарыққа кеудесін кере ашып, рахаттанып тұрған тәрізді. Анасы да сергек жарқын еді. Ләззат шешесін құшақтап, кеудесіне бетін басып, «Сен жақсысың, апа», деді. «Саған не болған, балам-ау?» деді шешесі, қызының мойнына оралған қолын босатып. «Апаңды бүгін көрдің бе?» Өзімен бірге апасын да қуандырғысы келіп кетті. Бүгінгі күн еткен тамаша апа, мейрамнан артық. Апасы бәрін түсінетін. Қызын ырза қылғысы келгендей, ақырын күліп алды. Содан кейін бұйым арасынан Ләззаттың көне қуыршағын алып, «Мынаны Айғаншаның кішкене қызына апарып бере ғой. Жоқ жітік адамдар ұсақ түйекке де тапшы», деді. Ләззат шығып кетті. Көптен қолға ұсталмаған көне қуыршақ алғаш көргенде ескі досының да көзіне жарқ етті. Ләззат кішкентайынан осы қуыршақпен көп сырласты. Күнде кешкісін төсек салып жатқызып, ертеңгісін оятып алатын. Кейде апасына ұқсап, бұл да қуыршаққа ұрсып, жылатып алып, іле-шала жұбатып, орамалмен көзін сүртетін. Ол жұбанбаса қызық-қызық әңгімелер айтып, ән салып тербететін. Сонысы есіне түсті де бүгінгі қуанышын айтқысы келіп, қуыршаққа қарап еді, жансыз бедірейіп тұрған бетін көргенде көңілі солып қалды. Қысып ұстаған саусағына да шүберек астындағы сабан батып барады. «Ләззат әпке, маған бердің бе? Қайтып алмайсың ба?» деді Айғаншаның 5 жасар қызы Рәуіш, Далина деген қуыршақпен Ләззатқа кезек-кезек қарап. «Қайтып алмаймын, бұл қуыршақ енді сенікі». «Алақай, алақай, Ләззат әпкем берді», деп Рәуіш қуыршақты бауырына қысып жүгіре жөнелді. Осы сәтте Ләззат қуыршақтың соңынан ұмтыла түскендей болды да, тез бұрылып кетті. Бос алданыш екен ғой. Қуыршақ түк те түсінбейді. Бүгінгі мен көргенінің бірін де сезбейді деп ойлады. Өзінің тіпті өзгеріп кеткенін,
ендігі қуанышының басқа екендігін ұғып, мейірлене күліп тұр. Қасына Қуантай деген бала келді. Ләззат екеуі қашаннан дос. Тек соңғы жылы Қуантай кәдімгідей жігіт болғансып, шекірейіп шекесінен қарайды. Өзінің даусы да жуан. Кешке 6 бақан құрамыз, барасың ба, Ләззат? Қуантай да өзгеріп, жаңарып шыққан сияқты. Ләззат бүгінгі ашқан тамашасын айтып, оны қуандырғысы келді. Сен қырбасына шықтың ба, Қуантай? Тіпті бар ғой. Ғажап. Несі ғажап? Қызғалдақтар, жусан. Ләззат кеудесіне кептелген сезімді айта алмай булығып тұрды да, дала бусанып тұр деді ақырын. Өзің не айтып тұрсың, Ләззат? Мен қызғалдақ пен жусан көрмеппін бе? Қуантай кекете жауап берді. Ләззат оның кекесін сезген жоқ. Құрсат жегені болмаса, Қуантай да түк түсінбейтін жаңағы қуыршақ сияқты. Түңілгендей тез бұрылып жүре берді. Бала жігіттің соңынан дауыстағанын да естімей, неге түк көрмейді, көзін біреу таңып қойған ба деп таңырқап, бір жағынан осынша қызықтан мағлұм қалғаны үшін оны өзінше аяп келеді. Ләззат кешке дейін осы әсерден арыла алмады. Тосынан ашқан сырын өзге біреуге айтайын десе, келістіріп жеткізе алмайды. Үндемей қалуға ішіне симай барады. Тек өзінен өзі жымиып езу тартады. Қарап отырып ыңылдап ән салып келеді. Жатқанда да ұзақ уақыт ұйықтамады. Терезені ашты. Кішкене терезеден түнгі самал лап берді. Дала тірлігі де күндізгі сауық тамашасынан шаршап, рахат ұйқыға бөленген. Салқын ауамен тыныстап манаурап жатыр. Ләззаттың да көңілі тынышталып, өзімен өзі оңаша қалды. Ендігі өмірінің мағыналы, қызықты боларын сезіп қуанады. Бір кезде жүрегін мұң шалғандай болды. Кеудесінен ақырын ырғалып баяу шығып келе жатқан көңілді әуеніне беріліп, күбірлеп отырғанын байқады. Ертеңгісін оянғанда кеше керемет бір жақсы нәрсе тауып алғанын, бірақ соның не екенін ұмытып қалғанын сезді. Табылған нәрсенің ешқайда кетпесін, ол есіне түскенде тағы да қуанарын біліп, рахаттанып жатыр. Жуынып жүріп, күбірлеп бір шумақ өлеңді айта берді. Қашан жаттағаны есінде жоқ. Көптен таныс өлең. Кенет бетін шала сүрткен күйі сүлгіні ұстап таңырқап тұр. Кірпігінен көзіне тамған мұздай суды да байқар емес. Бұл түнде өзі шығарған өлең екен. Ләззат сенер-сенбесін білмей, әлгі шумақты ішінен қайталап біраз тұрды. Табиғат сырын ашқан алғашқы қуанышы кеудесін қысып, толқытып барып жыр болып шықты. Осыдан кейін Ләззат өлең жазуға әуестенді. Қыз сыры оқушы дәптеріне өлең жолымен тізбектеліп түсе берді. Бұл құпиясын басқа жанға ашқан жоқ. Қыз көңілі белгісіз бір нәрсені аңсап, арман билеп, алысқа шақырады. Алдында жарқын мейрамы барын сезіп, сол сағатты асыға күтетін болды. Оның қандай боларын да білмейді. Бірақ әйтеуір өмір жолында өзін тосып тұрған үлкен бір қуаныш бар. Осы сезімін сыртқа шығарудың жолын таппай, анасын құшақтап күлімсіреп ұзақ отыратын. Ана құшағы көңілін тербеткендей, аптығын басып, бойын жеңілдетіп тастаушы еді. Өткен күннің елестері бірін-бірі жетектеп тізбектеліп шығып келеді. Қозғалып кеткен ойды тоқтатуға Ләззаттың әлі келмеді. Тек анасының бауырына тығыла түсті. Қарлы басы көкті тіреп қатпар-қатпар, шың құздары алысқа кетіп жатқан Алатау алғаш көрген кісіге қатты әсер етеді. Ауылдан келген қызға тау ғана емес, қаланың өзі ғажап, сыры жұмбақ дүние. Қаланың әр көрінісінен көз алмай қызыға таңырқайды. Университет үйіне қасиетті босағаны аттағандай жүрегі дірілдеп кетті. Әр мұғалімді түпсіз білім иесіндей көреді. Жоғарғы оқу дегеннің өзі Ләззат бойына шақ келмейтін ірі нәрсе тәрізді.
содан қорқып бас алмай көп оқитын болды. Әр сабақтың ар жағында өзгелер біліп, өзі білмеген бір қатпары қалып қойғандай көп үңіледі. Сөйтіп жүріп өзінің озық студент болғанын да байқамай қалды. Ауызға алынып мақталып жүрсе де, Ләззаттың бойына қала қыздарының еркіндігі қонбады. Жұртпен сөйлесе білмейтін бұйырғы сол баяғы ұяң қалпа. Бір нәрсеге қуанса да асып төгілмей, жүзі жайлап алшақтау біткен дөңгелек көзінде нұр жылтырап тұрады. Сонысына ұялғандай кісіге тура қарамай көзін тайдырып әкетеді. Қыздар неше түрлі қызық әңгіме айтқанда да қарқылдап күлмей, астыңғы ернін тістеп мырс ете қалады. Көп құрбылары оның осы мінезін қызық көретін. Бөлмеде 3 қыз тұрады. Бір-біріне ұқсамайтын үшеуі 3 мінезді. Түрлері де әр басқа. Іштеріндегі тілдісі де, пысығы да, ат шақты қайырқы ерін қара қыз Бағила. Оның беті иегіне барған сайын сүйірлене түскен. Шық шытынап бастап, бүкіл жақ сүйегі алға таман біткен. Өз басының сыры шамалы болса да, өзге жұрт жайында білмейтін пәлесі жоқ. Қурап тұрған шырпыдай оттықты жақындатсаң, лап ете қалады. Екінші құрбысы Салиха. Кішкене қаңқа қара теріні қаптай салғандай рабайсыз арық. Ажарсыз жүзінде дақ жоқ. Оның үстіне көз әйнегі де түсіп суыта түседі. Ләззат тәрізді сөзге сараң болғанымен, тілі удай шағып алады. Жасында аурулы болып орта мектепті кешеуілдеп бітірген. Бұлардан бірер жас үлкендігі бар. Бағила мен Салиха ит пен мысықтай. Бағила ызаланып өршелене тап берсе, Салиха оны жанды жерінен бірақ тістеп қан қақсатады. Кейде Бағила сүйінші сұрайтындай даладан жүгіріп келіп, ойбай-ау деп көрген білгенін айта бастаса, Салиха оны тоқтатып: алдымен көлемін айтшы, неше қаптың өсек әкелдің деп сұрайды. Саған айтып жатқаным жоқ, сенің құдайға да, жігітке де керегің жоқ, жайыңа отыр деп Бағила шап ете қалады. Салиха кейде Бағила сөйлей бастағанда құлағын баса қояды, оған да анау күйіп пісіп қалады. Ақыры Бағила Салиха Құрбақа деген ат қойып алды. Шынында да шықшытты шыңқылдау келген, иегін көтеріп ұстайтын Салиханың Құрбақаға ұқсайтын бір нәрсесі бар сияқты. Өзі де қан сөлсіз қатып қалған. Ләззат екі құрбысының екеуіне де ұнады. Мінезінің ұяңдығын ұнатып, Салиха оған ащы сөз айтпады. Бағила Ләззатқа мұңлық деген ат қойды. Бірақ ішіне симай бара жатқан өсегін ақтара салуға, Ләззаттың сырғалы кішкене құлағынан артық ыдыс табылмайтынын біліп, оған онша сүйкене бермейді. Ләззат 3-ші курста жүргенде әдебиет үйірмесіне қатысты. Мұндағылардың айғай жуы көп болады екен. Студенттер өлеңдерін оқып, талқылап, дабырласып жатады. Ләззат іштей өз жазғандарын өзгелердікімен салыстырады. Кейде өз өлеңдері артық көрінсе, кейде тіпті нашар, бос ермек сияқты көрініп, дәптерін жұрт талқысына беруге жүрегі дауаламайды. Кейбір тілі ащы, мысқылшыл студенттерден қорқады. Мүмкін олардың бір-екі ауыз ащы сөзін көрер еді. Бірақ әдебиет үйірмесін Нияз деген жас ақын басқаратын. Бағила ол жайында толық мағлұмат берген. Өзі университетті 3-4 жыл ғана бұрын бітірген. Оқып жүргенде де өлең жазып атақты болған екен. Қазір кәдімгідей тасқа басылған өлең кітабы бар. Ол ма, оның өлеңдеріне композиторлар ән шығаратын көрінеді. Керемет деймін. Өзі түбі мықты болатын шығар. Ләззат бұл жағдайлардың біразын бұрыннан білетін. Нияздың өлеңдерін талай оқыған. Әсте қосылған ғашықтық туралы бір өлеңін оңашада ыңылдап айтып жүретін. Бұрын сыртынан ғана білетін алыс ақынды енді жүзбе-жүз көріп жүр. Ләззат алғашқыда оған тікелей де қарай алмады. Кейінірек барып аз кем зер салатын болды. Нияз орта бойлыдан жоғары жіңішке қара жігіт. Әдейілеп қолдан ойып істелгендей кішкене қылық бетіне
Өшкір қыр мұрыны жарасып тұр. Бет пішіні нәзік, тек қабағы қалыңдау. Қарақаттай мөлдір қап-қара көзі күлімсіреп тұрады. Болмаса, басқа кезде көзқарасы суық болатын түрі бар. Сыпайы тұлғасына сай, қимылынан самарқау биязылық еседі. Көбіне студенттерді сөйлетіп қойып, өзі күлімсіреп тыңдап отыратын. Бірақ балалар сайып келгенде Нияздың аузына қарайды. Ол осы күлімсіреген қалпынан аумай отырып ақ: «Бауырым, мына өлеңің нашар екен» деп ауыр үкімді айта салатын. Ләззаттың қалтырап қорқатыны да осы сөз. Ашуланып, кейін айтса төзер еді. Бірақ мына күлімсіреп отырып айтылатын үкімнен кейін қолына енді қайтып қалам ұстамай кетерін біледі. Үйірмеге Бағила да қатысатын, өлең жазбайды, талқыға араласпайды. Сонда да бір мәжілісті қаза жіберген емес. Тіміскі мінезімен есебін тауып, Ләззаттың өлең дәптерін оқып та қойған. Ол жұрттың айтып жатқан пікірлерінен гөрі жігіттердің қас-қабағын көбірек бағады. «Әне, ол саған ұзақ қарады, неғып байқамайсың? Әй мұңлық деймін, көз қиығыңды салсаңшы» деп сыбырлайды Бағила Ләззатты шымшып. «Қойшы Бағила, одан артық ол не дейсің бе? Қадалып ақ отыр ғой байғұс». «Жоқ, сен оған өлеңдеріңді берші, мақтамаса бетіме түкір». Ерні сүйреңдеп құлақ түбінде масадай ызыңдаған құрбысынан Ләззат теріс айналып кетті. Әйтсе де бір-екі рет Нияздың өзіне ұзағырақ қарағанын аңғарды. Өлең жазбайды, талқыға араласпайды. Құр босқа несіне жар бейіп отыр деген сияқты көрінеді бұл көзқарас. Ләззат қызарып кетіп төмен қарай бұға түсті. Нияз студенттерді сол шетінен қойып, бөлмені әрлі-берлі кезіп жүрді де, қалт еткен бір саябырда қасына келіп тоқтады. «Сіз неге жазған өлеңдеріңізді талқыға салмайсыз?» Ақын жігіттің дауысы жылы шыққаны сонша, Ләззат тіпті басын көтеріп алды. «Несіне ұяласыз? Білгенімізше ақыл айталық, сіз қысылмаңыз». Қыз бар қорқынышын ұмытып, столдың астына тығып умаждап отырған дәптерін Нияздың қолына ұстата салды. Тек ақын жігіт дәптерді алып, өз столына қарай кетіп бара жатқанда көңілі лоблып қоя берді. Не де болса тәуекел деп, ернін жымқыра түсіп үнсіз отыр. Нияз ойланғандай сәл ғана қабағын шытып, дәптердің бетіне үңілді. Не болар екен деп, студенттер де тына қалған. Бір кезде ол езу тартып күлімсірегендей болды. Ұстараның жүзінде отырған Ләззат мұның қандай күлкі екенін түсіне алмай жүрегі алып ұшып барады. «Ал, бауырларым, жақсы өлең мұнда жатыр екен». Ләззат сенер сенбесін білмей демін ішіне тартты. Бағила қуанды. Жағы сенбей сампылдап сөйлеп жүр. «Айтпап па едім? Кәне өтірік деші. Ойбай-ау, оның сенде көңілі бар. Сосын ғой өлеңіңді жер көкке сыйғызбай мақтағаны. Басқа біреу болса сөйтер ме еді?» Ләззат өлеңдері көпке жарыққа шыға бастады. Тыңнан ашылған талантты әркім-ақ мақтайтын болып жүр. Бірақ жұрт сүйсініп қанша жылы сөз айтқанымен, бәрінен Нияздың бір ауыз сөзі ыстық. Өз өмірінде де осы жігіттің орны бөлек сияқты. Ал Бағиланың алдыңғы айтқанының жаны бар екен. Ләззат Нияздың ерекше ықыласын сезді. Ақын жігіт әр нәрсені сылтау етіп, үйір боп барады. Жалпыға жұмсайтын бауырым деген сөзін қойып, Ләззаттың өз атын атаған еді, уылжып мейірленіп кетті. Жігіттердің ұзақ жүріп шығарып салатынын, қоштасарда қия алмай күрсініп көп тұратынын Ләззат бұрын өзі көрмесе де, жатақханадағы құрбыларынан естетін. Қыздар шықылықтап күліп, жігіт атаулының бойынан мін тауып мазақ қылатын. Нияз да қоштасарда Ләззаттың қолын қысып ұзақ тұрады. Соңғы кезде күрсінетін боп жүр. Бірақ бұл қыздар айтқандай ойыншық емес. Қараңғыда болса Нияздың телміре қараған көзінен өзіне деген шын ықыласын көргендей болады. Кейін төсекте жатқанда осы ұзақ тұрыстық әр сәтін көз алдынан қайтадан өткізіп,
қоштасарда қысқан Нияз қолының саусағына батқан ізін сезініп, мейірленіп жатады. Көзін жұмып қыбыр етпей тына қалып, «Ләззат, сенің қасыңда өмір бойы осылай тұрсам, жалықпас едім» деген Нияз дауысын қайта-қайта естігендей болады. Бір күні Нияз Ләззатты тауға алып кетті. Алматыға келгеніне 2 жылдан асса да, Ләззат қала сыртынан ұзап шығып көрген жоқты. Алатаудың көркіне алыстан сүйсінетін. Тау қойнауы нағыз жұмақ екен. Кісі бойы көк шалғын мәуелеп өскен қарағаш пен қара көк қарағай сылдырап аққан бұлақ, рахат самал лебін желпіп, көкіректі ашып жіберді. Ләззат сонау май айында ауыл сыртындағы қыратқа шыққандағыдай қатты әсерленді. Бірақ бұл жолы табиғат көркіне ден қойып, назар аудармады. Бір жақ бүйірін жылытып, қасында келе жатқан зор қуанышы бар. Нияз телміріп қарады. Ләззат оның көз шарасынан бар сырын ұғып тұрғандай. Қанша қарасақ та ынтықтыра беретін сыр, сарқылмас сезім бар. Екеуі бір-бірінің көзіне қарап, өмір бойы ұйып тұра берсе, ашық жардың көз қарасы деген сөз түсті Ләззаттың есіне. Иә, ол дәл осындай болады екен ғой. Кенет қыз аңсаған үлкен қуанышы, өмірінің зор мейрамы осы екенін түсінді. Екеуі тау жақтан кеш қайтты. Жатақханаға жақындағанда Ләззат кідірмей тез қоштасып, жүгіре басып кетіп қалды. Нияз да оны тоқтатқан жоқ. Бөлмедегі құрбыларының көзіне түскісі келмей, оқу залының бір бұрышында кітапқа үңіліп отыра берді. Содан жұрт жатқасын ғана қайтып, сыбдырын білдірмей, көрпенің астына сүңгіп кетті. Тірі жанмен тілдесуге құлқы болмай, өз ойымен оңаша жатыр. Қалтқысыз қатты құлаған ықыласы Нияздың тілегіне қарсы тұруға дәрменін келтірмеді. Жігітті жанына балап, жақын тартқаны сонша, алды артын ойлаған жоқ еді. Енді көрпе астында ойы әр саққа жүгіріп дал. Үлкен, таза махаббаттың қандай болатынын Ләззат білмеуші еді. Бірақ сонда да бұлай деп ойламайтын. Ең асылынан айырылғандай, көңілі қырап барады. Есікті тарс еткізіп Бағила кіріп келді. Ләззат оның жоғын байқамапты. «Құрбақа, ұйықтап қалдың ба?» деп дауыстап кірді. Салиха кереуетті сықырлатып аударыла түсті. «Сен ғой бүрісіп жатырсың. Нарқоспақ мені ресторанға апарды ғой». Бар қимылы болбыр, үлектей сорайған сопақ жігіт Бағиланың соңынан ерінбей сүйретіліп жүретін. Нарқоспағы сол. Өзі де ортасы дөңес мұрнының үш жағы үстіңгі ерніне шөгіп қалған түйе тұмсық. Ләззат әңгімеден қаңғып, қимылсыз жатыр. «Құттықтаймын, жақсы жолға түскен екенсің. Сен-ақ періште бол да отыра бер». «Асықпа» дегеніне жеткен соң, нарқоспағын қарасында көрсетпес. «Қаларсың еңіреп», деді Салиха бір түрлі ызғарлы дауыспен. Ләззат түршігіп қалды. Сөзі қандай жаман еді құрғырдың. Құрбақа десе нағыз құрбақа. Бағила оның сөзіне айылын жияр емес. «Несіне қорқам? Нарқоспақ түйе ғой» дей салды. Түйенің де мінезін көрсететіні болады. Бағила рахаттанып қарқылдап күліп алды. Бағила да біледі, әлі сілесін қатырармын деді. Аңсаған махаббаты осылай тынды. Тынды ма? Оны өзі де білмейді. Жар басына тіреліп, шыңырау құздан сескеніп тұра қалған адам тәрізді. Бар ынтық арманы арғы бетте. Сілеусін көзді ақсұр әйелді Нияздың қолтығында алғаш көргенде көп жылап көз жасын сарып қылды. Қазір көзінде тас та жоқ. Ішін өртеп бара жатқан өкініш күйік те жоқ. Нияз ғашық болған бастапқы кездерде бір қуанып, бір жылап, ыстық пен суықты бірдей қарып, іші тоңазып қалған. Баяғы тұйық мінезін қайта тапты. Бірақ бұл ауылдан келген қыздың ұялшақ ұяңдығы емес, қасірет шеккен әйелдің торыққан кескіні. Суға кеткен тал қармайды. Өзім тыйып тастадым. Ниязды тоқтатпаған өзім. Бір-бірімізді ұмытпай жүректе сақтаймыз деп
көңілін жұбатады. Ләззат бірнеше түңілуден қорқып, Ниязбен екеуінің арасын өзінше ажарлап, сырлап, бақса да қатал өмір ажырайтып, сырын ашып, жалаңаштап тастай берді. Ләззат сырын сыртқа шашпайтын, бірақ тіміскі Бағила бәрін иіскеп біледі. Ал Салиха болса, оның көзілдірігі рентген әйнегі сияқты, ішіндегінің бәрін көріп қояды. Бағила қайқы ерні сүйреңдеп, сен әлгі ақыныңды қойдың ба? Анандай сұлу әйелі тұрғанда сені не қылсын, дұрыс істегенсің деп бір қойды. Бірақ оңай тыйылатын Бағила ма? Ләззат ішінде алтын жатқандай, сұғанақ көз жылтыңдап шұқылай береді. Уайымдай беруің жаман. Сол сені құртып кеткен жоқ па? Шыныңды айтшы. Тым емешең құлап кетіп еді, Құдай білет аман емессің ғой. Апырай, тастай қатып қалатының сенің. Нең-кетеді айтсаңшы деп айтады. Салиха анада Ләззатты құшақтап жұбатқаннан кейін шүйіркелесіп сырласып көрген жоқты. Тек Бағила Ләззаттың мазасын алып бара жатқан соң. Білгің келіп шыдамай бара жатсаң, нар қоспағың бар емес пе? Ләззатта нең бар деп тыйып тастады. Сырт көзге алданған қыз деген жамағат бар. Олар опасыз суайт деп Ниязды жазғырды. Екеуінің шытырман тағдырын өзгелер қайдан білсін. Ләззаттың уайымы жұрттың өсегі емес. Жүрегі бір, тілегі бір. Екі жан тұтасып кеткен ыстық сезімді қақыратып, ортасынан бөліп алды. Әрқайсысы өз қасіретін арқалап бөлек кетті. Жетім қоздай көзі жаутаңдап жүдеп қалып еді Нияз. Емтихан бітер-бітпестен Ләззат кетуге асықты. Бірақ жылдағыдай ауылды сағынып, жүрегі алып ұшқан жоқ. Тек әйтеуір қайда болса да тезірек кеткісі келді. Ләззат колхозға түнделете жетіп, асқа да сөзге де зауқы болмай жатып қалған. Кеш ояныпты. Терезеден күн сәулесі түсіп тұр. Үй іші тып-тыныш, қоңыр салқын. Қаланың шуынан, әсіресе соңғы кездегі жай күйзелісінен қалжыраған. Ләззат бойы маужырап, ауыр ойын ұмытып, алаңсыз дем алып ұзақ жатты. Аздан кейін көрші әйелдер қыздар келе басталды. Табалдырықтан аттағаннан ақ Ләззаттың келуіне қуаныш білдіріп, дабырлай сөйлей кіреді. Үй тыныштығында әр дыбысын тазартып шығарғандай, дауыстары саңқылдап анық естіледі. Олар бөлмеге ертеңгі самалды ала кіргендей, үйдің ішін сергітіп жіберді. Жұрт арыла бергенде Қуантай келді. Бұл да аңызақ желмен аптап күн иісі аңқыған дала қазағы болыпты. Қазір дардай тракторист, сәнді киініп галстук тағып алған. Ләззаттың тұйық мінезін көріп, батып сөйлесе алмай қаймыға берді. Ішінен қалада оқып жүрген ақын қыз ауылдағы трактористі менсінбейді деп ренжіп отырған болар. Қанша жуғанымен сыр алдыртып қоятын күсті қолын қайда қоярын білмей қысылады. Ләззат бір рет оның тізесінің үстінде жатқан күректей қолын тез жан қалтасына сала қойғанын көріп, күліп жіберді. Несіне ұялады екен? Қыздың қасында отырған кісі қолын қалтасына салмас болар, деді Ләззат. Қуантай қолын қалтасынан суырып алды. Бірақ күректей пәлені қайда сыйғызарға білмей қипақтап, желкесін қасыды. Ләззат дүрдей жігіттің жас балаша қысылған түрін көріп, кенет мейірі түсіп, оның қолынан сипады. Қуантай құлағына дейін қызарып, ыржиып езу тартты. Неткен бақытты жігіт. Күн шалып, жел қаққан өңінде көлеңке жоқ. Сәл нәрсеге қалтқысыз ақтарыла қуанады. Күн кешке дәл осындай жарқылдап жүрген алаңсыз шағы есіне түсіп, Ләззат мұңайып қалды. Сонау қызғалдақ қуған қуанышты шағы енді қайтып оралмайды. Ләззат жұрттан оқшауланып үйден шықпай қойды. Қызының көңілі жүдеу екенін танып, апасы асты үстіне түсіп ебелек қақты. Кешке таман үйде шүңкиіп жалғыз отырғанын көріп, жаным-ау, өз ауылыңды жатырғап қалғаннан саусың ба? Ағайын туған бәрі сағынады сені. Жағалай кіріп шық деп ақыл айтты. Кем-кеттік көңілі жарым адам көпшіл болады. Алдымен сәлем беріп Айғайшаны қуат. Айғаншаның даусы кешкі ауада шаңқылдап алыстан естіледі. Мыжырайған аласа үйдің алдында шелегін даңғырлатып,
кішкене қызын қарғап жүр. О, көрмеген Рәуіш, ойының осылғыр қашық жалғыз бұзауды қарамай аузымызды кептіріп кетті. Ойбай-ай, жеген сені ме сені деп кіжінеді. Ләззат сәтсіз мезгілде келіп қалғанына өкінді. Сонда да булап далақ боп жүрген Айғаншаның қасына кеп сәлем берді. Айғанша ұнатпай күңк етті де бұрылып кетті. Ойбай-ау, Ләззат жансың ба, жүр айналайын үйге кір. Рәуіші түскір бұзауды емізіп алғаны деді, қонағының алдында ақталғысы келгендей. Айтпақшы, апаңды да шақыртайын, саған арнап қыстан сақтаған сыбаған бар. Жаңағы кейістің ізі де жоқ. Айғанша жарқылдап қазанға ас салып жатыр. Оқу деген оңай дейсің бе? Биыл өңің жабырғау ғой деп Ләззатты мүсіркеп қояды. Шешесінің ашуы тарқағанын аңдып, жылтылдап сығалап жүрген Рәуіш келіп, Ләззатты құшақтады. Жетім үйдің ажары кіріп, жадырап сала берді. Көңілі таза адамдардың қайғы қасіреті де зәрсіз болады екен-ау деп ойлады Ләззат. Мойнындағы парызын өтеп, ағайындары мен көршілерінің үйін жағалап, сәлемдесіп дәм татып шықты. Қайда барса да ақ жарқын адал көңіл, ішкі сарайы ашық, пейілі таза жандар. Ләззат кейде ауыл сыртындағы қыратты кезіп кетеді. Жас ортасы ауып барады. Құлпырып ойнақтаған қызғалдақтар жоқ. Сұрғылт тартып қураған жусан, әріректе сол баяғы бозды бұйрат. Жусан түбіндегі топырақ қатқылданып қуаң тартқан. Алғашқыда көктемнің жәрмеңкесі тарқап, дала құлазып жатқан тәрізді көрініп еді. Бірақ жер ананың қуатты ыстық лебі қан тамырына жүгіріп, денесіне күш беріп келеді. Даланың аптап желі тұла бойын кеулеп, ішкі сарайын тазартып, бірте-бірте сергіте бастады. Қазірде анасының жылы құшағында отырып, сол кездегідей әсер алды. Апасы маңдайынан сипады. Жұп-жұмсақ, майда қол кеудесін түйнеген өксігін басып, көңілін ұйытып тыныштыға келді. Ләззат азынаған бойы жылынғандай болып, анасының бауырына тығыла түсті. Бірақ сеңдей қозғалып кеткен ой ағысы тоқтар емес. Сол жолы ауыр сырқаттан кейін асқа қарағандай Ләззат төңірегіне көз салып, әр нәрсеге назар аударатын болып қайтты. Туған жердің топырағы шипа деген сөздің мағынасын да сонда түсініп еді. Арада біраз жыл өтті. Ләззат оқуын бітірді, қызметке орналасты. Елден шешесін алдыртып, үй болып түтін түтетіп тұрып жатыр. Адам ой өрісі кеңіп, ақылы толысқанмен бойға біткен мінез көп өзгермейді екен. Жасынан бір нәрсеге ықыласы түссе, қуалай берілетін айнымас мінез Ләззат бойында сол күйі сақталыпты. Тауы шағылып қалған қам көңілі қайтып, ғашықтық аңсамады. Ендігі бар ықыласы өлең жырға ауды. Ләззат ден қойып ақындық жолға түскеннен кейін қызық жағдайға ұшырады. Бұрынғы өлеңдері іштегі бір толқынмен іркілмей қағаз бетіне түсе қалатын. Көңілді лып еткізіп бір әсер қысқа өлең боп шыға келетін. Енді аңғарып қараса, солардың бәрі жел, көбік, тілдің ұшынан шыққан жеңіл сөз. Ендігі еңбегі ауыр қара жұмысқа ұқсап барады. Сөзден сөз талғап, қисынын келтіре алмай діңкесі құриды. Ой тереңіне үңіліп түкпірінде жатқан ең асыл сырын ақтарғысы келеді. Бірақ адам сезімін айнытпай жеткізу дүниенің азабы екен. Кеудені кернеп, жүректі тебіренткен ыстық сезім қағаз бетіне түскенде мұзға тастаған гүлдей ажары сынып, солғын тартып сала береді. Жүректің тәтті дірілі мен ыстық лебін суыққа шалдырмай, сол күй жеткізейін десе, сөзі ауырлап, тілі оралым болып кетеді. Ал қолдан қалағандай әдемі сөз тапса, ыстық лебізін суытып алады. Жазушылық жолы барған сайын қиындап барады. Ләззат жалт еткен бір ғана ойдың көрінісі қысқа өлеңді қанағат етпей, үлкен шығарма жазуға құмартты. Көкірегінде жиналып қалған біраз дүниені тереңнен сыртқа шығарғысы келді. Алғашқы қарқында едеуір өндіріп тастап еді, кішкене ой тоқтатып оқып қараса,
тайыз салған боздордадай қалқып үстірт кетіп барады екен. Онысын сызып тастап қайта бастады. Енді тереңге салған түренді тарта алмай, кейде арнадан шығып кетіп, кедір-бұдыр қиғалап келеді. Бойындағы бар күшін сығып бергенде, әлі келмейтін ауыр жүк қалжыратып тастайды. Әбден діңкесі құрып сылқ етіп отыра кететін кезі болады. Ондайда екіншілей жазу столына жоламайтындай көрінеді. Бірақ бойына сәл ғана күш жиналса, өршеленіп қайта кіріседі. Ләззат қай шығарманы да қиналып жазады. Сонда да құмарпаз адамдай осы бейнетті кәсібінен безер емес. Бір шығарманы аяқтағанда жаны тәні бірдей қалжырап, шаршап қалады. Тізе бүкпей той-думанды өз қолымен өткеріп, қонақтарын ырза қылып аттандыратын адамдай оңаша бос отырып рахатқа батады. Саудырап босап қалған ыдыстай алаңсыз тыныш күйге түседі. Бірақ алдыңғы қонақтың ізі суымай тұрып, тағы бір топтың күрмектен келіп қалатыны сияқты, Ләззат бір еңбегін бітіріп, тынығып, сергімей жатып, басына жаңа ойлар орала бастайды. Ол көмескі ойлар қашан жалпы бейнесін тауып тіріліп, қағаз бетіне түскенше соңынан қалмайды. Ел аралап жер кезіп жүргенде де қаза болған борыштай маза бермейді. Уақыт, әсіресе бар ықыласы құлаған, рақатынан азабы көп, ауыр еңбегі көңіл жарасын жазған сияқты. Әйтеуір, бұрынғыдай қатты күйзеліп қайғырмайды, бірақ ешкімге ықыласы түспей келеді. Әлде адамы кездеспеді ме? Сонау тау қойнауында ажырасқаннан кейін Ниязбен әлі бір сырласып сөйлескен емес. Бұрынғы сезім қайта тұтанып кете ме деп қорқады. Жәй таныс адамша бас изесіп өте шығады. Тек көз жанарының түбінде екеуіне ортақ бір ұшқын жылт ете қалады. Оны өздері ғана аңғарады, түсінеді. Екеуі де көңілдерін тас қымтап алған, іші бір, сырты бөлек. Кейін әдебиетке кеңірек араласқан соң білді. Нияз да өзінің азақ алдында жылтырап шыққан көп жас ақынның бірі екен. Әп-әдемі өлеңдер жазып, ауызға іліккен. Бірақ екеуінің одан арғы тағдыры екі түрлі. Ләззаттың құнығып істеген көп еңбегі зая кеткен жоқ. Аз жылда абыройы асып, жұрт мейірімін қандырар біраз шығарма беріп тастады. Ал Нияз болса, ескі жұртында соқпақ өріске шыға алмай жүр. Сол баяғы жас ақын, өндіргені шамалы. Кісінің бір тоқырап қалатын кезі болады. Кейде ұзақ тоқыраудың артынан қиналып барып, жақсы шығарма жазып кететіндер бар. Кім білсін. Нияздың мінезі де өзгеріп кеткен. Жас кезінде кербездеу еді. Енді елгезек боп барады. Үлкендермен де, кішімен де, жақсымен де, жаманмен де дос. Бәрімен аралас. Асылы жазушының кісі жатырқамағаны жақсы. Қайда той думан болса, Нияз сонда. Ләззаттың бір қағаны Ниязды жұрт қастерлеп арнап шақырмайды. Иә, ол келіп қалса жатырқап шетке және қақпайды. Қайсысы болса да үйреншікті адамы сияқты. О, Нияз, сен де жақсы келдің. Бүгін бір қонақ шақырып едік дегенді Ләззат талай есткен. Кейде аузының салуы бар екен, мақтап жүреді екенсің деген сөздер де айтылып жатады. Нияз шақырусыз келгеніне қысылмайды. Стол басында сызылып тақ отырмайды. Лезде тізгінді қолына алып, қонақтарды ғана емес, үй иелерін іс билеп төстеп думанды қыздырып жібереді. Кейін үй иесі қоштасарда, әй, сенің келгенің жақсы болды деп риза болып қалады. Талай үміт күтетін Ләззат қана. Өзге жұрт Нияздың сыртынан тон пішеді, көп қыдырады, ішеді, өндіріп еңбек берген жоқ. Думан қызық қуалаған, өмірдің жеңіл жолына түскен уайымсыз жан, олардың көретіні сол ғана. Сырт көзге жайраңдап, жарқылдап жүргенмен, ішінде талай қасірет жатқанын, шытырман қиын тағдырдың тұзағына түсіп, содан бөлініп жүргенін өзгелер қайдан білсін.
Отбасының рахаты болмаған соң тебіреніп жақсы шығарма тудырмақ түгіл, кісінің ішкен асы бойына сіңе ме? Ойланбай, толғанбай жүр деймісің? Газет-журналдардан Нияздың ысқаяқ ажарсыз өлеңдерін оқып, Ләззат қатты қиналады. Бірақ бұған да жалғыз Нияз айыпты емес. Сілеусін көзді келіншек безеріп, оқты көзімен атып отырғанда, жақсы жыр қайдан шықсын? Ләззат Ниязды сүйе ме? Бұрын өзі де жауап бере алмайды. Не де болса екеуінің үзілген арасы қайта жалғанбайды. Оған кәміл сенеді. Бірақ сол Ниязды үзілді-кесілді ұмытып та кете алмады. Бұрынғы қыз махаббаты енді жақындық қамқорлыққа ауысқан. Әйтеуір соның жақсы болғанын тілейді. Неше түрлі дәлел, себеп тауып, көп алдында болмағанымен өз көңілінде ақтап алуға тырысады. Кей адамның таланты кеш ашылады. Басында бұрқ еткізіп шаңын бір көрсетіп, кейінірек барып ұзаққа шабады деген жебеу тауып еді, енді ол үміті де ортайып барады. Ниязбен ажырасқан соңғы сағаты көз алдында. Алғашқыда Ләззаттың сөзін шала түсінгендей алақтап қарай берді. Бүйте берсек сыйлаудан да қалармыз деп Ләззат қатты айтып қалғанда бір нәрсені бүлдіріп алған баладай шошып кетті. Сол бір үрпиген қорқынышты кескіні есіне түскенде Ләззаттың іші жылып кетеді. Қартайса да тұрмысқа икемсіз, бала сияқты нәзік адамдар болады. Ондайлар өз бетімен жол бастаудан гөрі жетекке ыңғайлы. Бұл кемшілігі емес, жаратылысы. Олар әйел махаббатынан гөрі аналық махаббатқа зәру. Көңілін тауып мәпелеп, шын ықыласың мен жақсылыққа бейімдесең жақсы болады. Ал қиыншылыққа кездессе, өз бетімен жол тауып шыға алмай бүлініп кетеді. Нияз да бүлініп бара жатқан сияқты. Оның қамын ойлап, шын жаны ашып, жақсылыққа жетелейтін әйел қайда? Ләззат сілеусін көзді ақсұр келіншекке ыза болады. Кейде Нияздың өзіне де ренжиді. Қашанғы бала болмақ еркек емес пе? Қадірінің кетіп бара жатқанын неге білмейді? Осылай бос қыдырып бұралқы өмір кешіп, ізсіз өтпек пе? Өзінің азамат екенін мойнында борышы бары неге ойламайды? Ниязды көрген сайын абайдың күнде ойын, күнде той, ойланар кезің болды ғой деген зар сөзі есіне түсетін болып жүр. Ләззат Ниязға шын жан ашыр сөзін айтпақ боп талай боқталды. Бірақ екеуі жатырқасып қалған ба, шешіліп сөйлесе алмады. Алғашқыда Нияз ішін бермей, қыңыр сөзді әзілге шаптыра берді. Бірде Ләззат тікесінен келіп: «Нияз, өз болашағың туралы ойланатын кезің жеткен жоқ па?» деді. «Нені ойлануың керек?» деді Нияз таңырқай. Ләззат оның түріне қайран болды. Шынымен-ақ өз жағдайын түсінбегеніме? Өмірдің мағынасы туралы ойлануың керек. Тым қиынға кетіп қалдың ғой Ләззат. Мұратыңа жетсең, оңай қызықты тауысқан жоқ па едің? Нияз күрт өзгеріп Ләззатқа мүсіркей қарады. «Кешір, Ләззат, мен сенің алдыңда айыптымын. Әрине, ренжитін себебіңді түсінем». Ләззат ызаға булығып, «Ендеше түк те түсінбепсің» деп ернін тістеп, бұрылып жүре берді. Өзінің аянышты қалін білмей мен аяйды. Соншалық арзандап кеткеніме арма екен деп күйіп пісті. Кейін ашуы басылған соң Ниязды жазылмас ауруға шалдыққанын білмей, қаннен қаперсіз жүрген адамға ұқсатып, жан ашып кетті. Бірақ оны қалай құтқарудың амалын таба алмай дал. Таяуда Бағила кездесті. Ләззат оны сирек көретін. Сол баяғы қалпынан титтей де өзгермеген. Ұстап алып айырылар емес. Сен өзің ақын болып атағың шыққан соң, бірге оқыған құрбыларыңды ұмытып кеттің ғой. Араласып тұрмасаң бізді менсінбейсің-ау деп кінә тағып үйіне сүйреп әкелді. Бағиланың үйі жалғыз бөлме. Кереует, үстел, орындықтар, сандық. Онсыз да айналар жер жоқ. Тар бөлме жиналмай бықырсып жатыр. Бағила келісімен асқа дайындыққа кірісті. Табасын шыжылдатып, майын көңірсітіп қойып,
Ас үймен екі ортада жағы сөнбей сөйлеп жүр. Оның дабырлаған даусынан бұрыштағы бесікте жатқан кішкентай қызы шырылдап жылап оянды. Ләззат бесікті тербетіп баланы жұбатты. Танымайтын адамын көргенге ме, сәби тез басылды. Сәлден кейін үстіңгі иегіндегі қиттай екі тісін көрсетіп, аузын ашып күлді. Ләззат баланы құшырлана иіскеп, сүйіп алды. «Мына мықтының аты кім?» деп сұрады Бағиладан. «Атын Иран қойдық. Әлгі атақты ғалым әйел бар еді ғой, Иран Жолио Кюри, соның құрметіне». Бағиланың үйінен көңіл тыныштығы шайқалып шықты. Бұрын кеудеге уайым кіріп, жүрегі бір нәрсені аңсай бастаса, өзге дүниені жинап қойып жазуға отыратын. Кеуде керген арман мұңын ақ қағазға ақтарып беріп, ойы жеңілдеп, көкірегі босап қалатын. Салиханы көп ойлады. Бейне өмірден торыққан кексе әйел сияқты. «Маған сенің қасіретіңді де бермеді ғой» деп күрсініп көзіне жас алғаны есіне. Жігіт қызығар түр тұлғасы болмаса да, оның сүйегі ыржиған кішкене кеудесінде қанша мейірім жатыр еді. Көп зарығып, бақытын тапқан екен. Анау Бағила оқу бітірмей күйеуге ерте тиіп, отбасында отырып қалып еді. Кішкентай Гарибальди жылап келіп шешесінің етегіне оратылды. Маңдайынан сүзе қараған сотқар тұңғышы. Мұның да өмірі базар. Қолда тұрмай тырбаңдаған сәбидің жас иісі Ләззаттың тұла бойын жібітіп жіберді. Кішкене дененің жылуы көкірек тұсында әлі тұр. Қазір өзінің тап-таза үйіне келеді. Стол үстінде ашулы қалған дәптері қозғалмай орнында жатқан болар. Анасы ас дайындап күтіп отыр. Екі әйел төбесі шошайып отырып тамақ ішеді. Етегіне оралып мазасын алар. Әрине, Ләззат белгілі ақын болды. Кітап арқылы мыңдаған адаммен сырласады. Бірақ мұңын шағар, сырын айтар, шын сүйген жақыны жоқ. Көңіл тебірентер, сыры терең өлең жазды. Талай жастың сезімін оятты. Олар Ләззатқа іштерінен алғыс айтатын болар. Бірақ ғашықтық туралы алтын кітап жазсаң да, сүйген жігіттің телмірген бір көзқарасына татима. Ләззаттың мінезі тұйық болғанға ма, ешкім көңіл білдіріп сөз салып көрген емес. Қатар құрбы ақын, жазушылар мұны тіпті әйел санатына қоспай, дос жолдастарына өздерін еркін ұстайды. Ерекше қалжыңдасыпта, ал дау таластырауда да еркекпен ерекше сайысып айтысқа түседі. Олар үшін бұл көп жазушының бірі, қаламдас жолдас қана. Кездескенде тынысы тарылып төмен қарап, мұңайып кібіртіктеп тұратын бірі жоқ. Ләззат та іші тоңазып қалғандай, жүрегі бүлк етіп біреуге назар аудармады. Ол қазір баяғы дөңгелек толық жүзді, тостағандай көзі адырайып, дүниеге таңырқай қарайтын жас қыз емес. Үлкен көзінің қарашығы айқындалып, тәңірсіп көлеңкеленіп, өткірлене түскен. Дөңгелек жүзінің еті тарылып, сүйек бедері анықталып, өңі қатқыл тартқан. Балғын шағы өтіп, буыны қатайып бара жатқан өсімдік тәрізді. Көз төңірегіне ұсақ әжім түсе бастады. 30 деген жас та өкшелеп келіп қалған екен. Енді бір айналмай жатып, Ләззат шошып қалды. Енді бір айналмай жатып, одан арғы арылмас жолдасы жалғыздық болғымақ. Өңірейген жым-жырт бөлме, суық төсек. Шынымен ақ, жүрегінің оты сөніп қалғаны ма? Мінез. Бір нәрсеге ықыласы түссе құлай берілетін айнымас мінез. Бір кезде көңілін Нияз түгел жайлап алып еді. Алғашқы махаббатын, кіршіксіз таза сезімін бәрін соған берген. Енді біреуге ниет қылса, сөнген оттың қоламтасын үрлегендей, тамызықтап тұтанбаймын ба деп қорқады. Басқа адамды құшақтағанда ойында тұрса, ұры көңілде таза махаббат бола ма? Ал Нияздан үміт етер не қалды? Аулақ болса да абыройлы болса екен. Тым құрыса рыза боп, сыртынан сүйсініп жүрер еді. Күннен күнге түңілдіріп келеді.
беті бері қараудан кеткен ұзақ ауру болады ғой. Оның бұл дүниелік емес екенін біліп тұрса да, жақын адамы да шын көз жұмғанша қимайды. Нияз да Ләззат үшін сондай. Әйтеуір көңіл түбінде үміт талшығы үзілмей жүр. Баспаға Нияздың өлеңдері түскен екен. Кітап болып басылмас бұрын оқып шығып пікір айтуға оны Ләззатқа берді. Әуелі алар алмасын білмей, Ләззат көп қиналды. Нияздың әр жерде жарияланып жүрген өлеңдері нашар болатын. Егер соларын жинап берген болса, онда басуы болмайды деп үкім шығарып бермеске шарасы жоқ. Бірақ ойланбады деймісің, мүмкін жұртқа көрсетіп жүрген жақсы дүниелері бар шығар. Бекерге қарап жүрмеген болар. Осы соңғы үміт жеңді де Ләззат жинақты алып кетті. Нияздың өлеңдерін үміт пен үрей аралас қалтырап оқыды. Салғаннан нақшылуы жоқ қасаң өлеңдер. Көбі сол әнге деп жазған әләуләйлімі. Ләззат әр бетті ашқан сайын тәтті үміті талмай елең етумен отыр. Бірақ өлеңнің басқы жолдарынан ақ көңілі суып сала берді. Кей жерде әп-әдемі өлең шумағы жылт етеді. Ұйқасы, үндестігі, сөзі жап-жақсы. Ондай жерін Ләззат қайталап оқиды. Бір ғажабы оқыған сайын әлгі шумақтың машинасы азайып, жылтыраған сыртқы қақпасы ғана қалады. Ләззат еріксіз стол басына келді. Ойланып үнсіз отыр. Қолына қалам алған жоқ. Бірақ осының бәрін қағаз бетіне түсіріп, өз бойынан бөліп тастайды. Нияз енді бұрынғыдай көңіл түкпірінде емес, көп кейіпкерінің бірі боп кітап бетіне көшеді. Содан кейіп өртеңнің орнында қайта тазарған жүрегі үлкен сезімге, шынайы достыққа ашық болмақ.